Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі сабағымыздағы тақырыбымыздың мақсаты тақырыптарды көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін кейбір композициялық элементтермен танысады және пайдаланады. Төмендегі әдіс тәсілдерді пайдалана отырып, осы мақсатқа жетуге болады. Бүгінгі күнде ойнайтын ойынымыз біздің жабайы жылқылар мен шабандоздар ойыны. Алаңның бір бұрышында шабандоздар дайын тұрады, алаңда болса жабайы жылқылар жайылып жүреді. Сол кезде шабандоздар қоғам жүріп жылқыларды сап ұяшыға қояды. Шабандоздар екеу болады, содан бәріміз жылқыларды жайылымыз. Қай шабандоз көп жылқыларды жинайды, сол шабандоз жеңіске жетеді. Түсінікті ғой? Ал оқушылар, бүгінгі күнде біз ойнаған